Бүгін мен сендерді әртүрлі заттардың дыбысталуымен таныстыратын боламын. Мен сендерге әртүрлі заттар алып келдім. Солардың дыбысталуын естейік, ең бірінші қараңдар. Мынау қоңыр түсті шылдырмақ. Дауысын естейікші, тыныш отырып, дауысы қалай естіліп тұр? Жуандау, Енді екінші шылдырмақты қараңдар, түрлі түсті шылдырмақ. Жіңішке естіліп тұр, дұрыс айтасыңдар, жіңішке. Ал енді мынау бізде қандай? Барабан. Жуан естіледі, дауысы? Барабан. Ал енді қараңдар, мынау бізде ыдысы, мынау қасық. Егер біз қасықты ыдыстың ішіне тигізіп айналдыратын болсақ, бұлда дыбыс шығарады, қараңдар. Шығарып тұр ма дыбыс? Шығарып тұр. Қараңдар, менің қолымда зат бар ма? Жоқ. Бірақ менің екі қолым арқылы да дыбыс шығады. Қалай дыбыс шығаруға болады екі қолмен? Ой, жарайсыңдар. Шапалақтау арқылы. Біз шапалақтасақ, дыбыс шығады, Бір тамшыдан бастайды. Қане, жаңбыр жауып көрсетейікші жаңбырды. Бір тамшыдан бастады. Екі Жарайсыңдар, балалар. Ал енді мен сендермен бір ойын ойнайын, Сиыр қандай дыбыс шығарады? Қой қандай дыбыс шығарады? Мысық не дейді? Мысық. Ит не дейді? Өте жақсы, жарайсыңдар. Сендер бәрі біледі екенсіңдер ғой. Ал енді көзімізді бірден жұмамыз. Көзімізді жұмамыз. Сендер көздеріңді жұмыңдар. Мен сендерге бір дыбыс шығарамын. Неге дыбыс екенін анықтаңдар, Қазір бір дыбыс шығарап, көзімізді жұмып, қандай екенін табуымыз керек. Жарай ма? Шыны ыдыс, шыны ыдыстың дауысы дұрыс. Қане тағы бір рет көзімізді жұмамыз. Өте жақсы, тағы көзімізді жұмамыз. Машина, көліктің жүрген дауысы. Дұрыс айтасыңдар, көзімізді жұмамыз. Әлде көзімізді жұмамыз. Дұрыс айтасыңдар, өте жақсы. Сонымен балалар, жарай. Біз бүгін сендермен әртүрлі дыбыстармен таныстық, Сендерге ұнады ма? Бізде әртүрлі дыбыстар өзіміздің қолымызбен де шығара аламыз, әртүрлі заттармен де шығара аламыз, Қане бәрі